шаймен кереметтей желінетін шоколадтағы женттің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге талқан қажет болады. Мен тарының талқанын қолдандым. Бөлме температурасындағы еріген сары майымызды, қоюлатылған сүтімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен араластырған ыңғайлы және де осылай басын біріктіріп, тығыз масса шығаруымыз қажет. Содан соң формамызды дайындаймыз. Мен осындай дөңгелек форманы қолдандым. Барлық кондитерлік дүкендерде сатады. Формасын осылай келтіріп алып, бөлек тарелкаға барлығын тізіп орналастырып шығамыз. Келесі кезекте шоколадтарды ерітеміз. Мен осындай ақ және қара түсін кондитерлік қапшыққа салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, осылай ерітіп алдым. Қазақстан немесе Альпен-Гольд шоколадын қолдануға да болады. Формамызға шоколадты осылай құйып шығамыз. Және де жентті осы шоколадтың үстіне орналастырып, одан кейін 5 минутқа мұздатқышқа салып қойсаңыздар, осылай әдемі болып қатады. Қалауыңыз бойынша жаңағыдай узор сызуға болады. Рецепт ұнаса комментарийге керемет деп жаза кетіңіз және жасап көріңіздер. Бұл универсал қамырды барлық қималы пирогтарға қолдануға болады. Мен сіздерге ерекше тары қосылған қазақша пирогтың рецептімен бөлісемін. Алдағы мерекелерде жасап көріңіз. Ең бірінші тарымызды жуып алып, үстінен қайнап тұрған су құйып, 15 минутқа бөктіріп қоямыз. Қамырын дайындау үшін бір жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және де қант қосып, қанты ерігенше араластырамыз. Електен өткізілген ұн, разрыхлитель салып, қамырымызды қолмен илеп, осылай толықтай біріктіреміз. Қамыр жұмсақ, жақсы қамыр болып шығады. Пакетке салып 10 минутқа тындырып қоямыз. Салмасына 2 жұмыртқа және де қант, қоюлатылған сүт, жүкеннің 20% қаймағы және жұмыртқа саламыз. Ең соңынан тарының сүтін бөлек сүзіп алып саласыздар. 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Формамызға қамырымызды осылай орналастырып, бортиктерін шығарып, вилкамен тесіп, салмасын құямыз. 180 градуста 35-40 минутта дәл осылай пісіп шығады. Бөлме температурасында суытып, одан кейін ғана кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Алдағы келе жатқан Наурыз, ораза мерекелерінде осы пирогты жасап көріңіз.